Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге кеспе сорпасын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оған аз мөлшерде сұйық май қосамыз, және де өздеріңіз қалаған етті осылай майдалап турап, қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Оның үстіне біз майдалап туралған сәбізімізді қосамыз және болгар бұрышымызды қосамыз, тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан соң қайнаған су немесе мен сияқты жылы су құйсаңыздар да болады, және де бір қайнатып болған соң крышкасын жауып қоямыз. Енді біз осы аралықта қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және тұз керек болады. Мен тек қана бұл жерде жұмыртқадан илеп жатырмын, және де орташа деңгейде қамыр илестер, қатты да болмау керек, жұмсақ та болып кетпеу керек. Және де еті піскеннен кейін картошкамызды майдалап турап, картошкамызды жақсылап қосып аламыз. Тұзын көруді ұмытып кетпеңіздер. Қамырымды мен жайған видеосын түсіруді ұмытып кетіппін. Сіздер жайып, осылай әдемі етіп кеспе кесіп шығасыздар, және де картошкадан кейін салып қайнатып аласыздар. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.